Келес ауданында бармақ басты көз қысты әрекеттердің алдын алу бойынша жиын өтті. Аталмыш шараға Түркістан облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің маманы қатысып, түсіндірме және ескертпе жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі таңда көкем жәкеммен тірлік тындыратындардың арқасында жемқорлықтың саны күн санап артуда. Осы бір жаман індеттен қалай құтылуға, күресуге болады. Осы сұрақтардың жауабын беру үшін Келес ауданына Түркістан облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің бас маманы Ерлан Тұңғышбаев келді. Ол өңірлік кәсіпкерлер палатасында бизнесмендердің басын қосып, жобаның мән мақсатын түсіндірді. Сіздер мемлекеттің берілетін қызметті көрсететін ұсынылған бұл жарғыда барлық біздің мемлекеттің заңдарында жазылған ақысыз қызметтерді Қазақстан Республикасының азаматы ретінде заңды түрде алуға құқылысы. Сондықтан алушы да беруші де жазылған. Енді қазір көптеген ұсыныстар еніп жатыр кәсіпкерлер тарапынан. Ашық Түркістан деген жоба бар сіздерге дейін. Ауыл округтерден барсыздар ғой, ауылдардан. Ауыл округтерге қазір әкімдерге айтамыз, проблемалық мәселелеріңіз болса, әр айдың 3-ші жұмасында жазылсаңыздар болады. Әр айдың 3-ші жұмасы сағат 15:00 мен 18:00 аралығында Ашық Түркістан жобасына сәйкес ауыл әкімдері жалпы барлық бөлім басшылары азаматтарды өзінің саласы бойынша проблемалық мәселелер бойынша жеке қабылдауға жүргізеді. Әр айдың 3-ші жұмасы 15:00 мен 18:00 сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Келесі жиын Келес ауданының әкімшілік ғимаратында жалғасты. Онда ауылдық округ әкімдері және бірнеше мемлекеттік қызметшілер жиналды. Маман өз сөзінде жұмыс барысына кедергі болып жатқан жайттардан хабардар болған азаматтарға 1424 сенім телефонына хабарласуды кеңес етті. Мынау қазір білесіздер, 2019 жылдың 9 желтоқсанында Адалдық алаңы жобалық кеңсесінің 1 жылдық есебі тыңдалатын болады. Жалпы жобалық кеңсе 7 бағытта жұмыс жасайды. Тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою бойынша. Бүгін мынау Түркістан облысының Келес ауданында мақсатты топтар арасында тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою болдырмау бойынша арнайы топ құрылып келіп отырмыз. Жалпы ол жоба Ашық Түркістан жобасы деп аталады. Ашық Түркістан жобасы аясында қоғамдағы, мынау тұрмыстағы жалпы қызмет алушы тұрғындарға қолайлы жағдай жасау, олардың проблемалық мәселелерін жергілікті жерде шешу болып табылады. Сол үшін облыс аумағындағы барлық мекеме басшылары әр айдың 3-ші жұмасы жаңа көрсетілген уақытта тиісті қоғамдық қабылдаулар, ашық есік күндерін өткізу керек. Аталған шара аясында көптеген мәселелер, түйткілді проблемалар өз шешімін табады деп күтілуде. Аталмыш шара Келес ауданының 14 нүктесінде өтті. Мемлекеттік қызметшілерге арнайы кітапшалар таратылып, тұрғындарға түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Маман өз сөзінде пара беру, алу, ортада делдал қызметін атқарған азаматтар заң алдында жауап береді деген сөзін айтты. Мейірхан Бақшанұлы, Нұрсұлтан Исаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.